Қазақстан аумағындағы палеолит дәуірінің бірқатар тұрақтары туралы өткен сабағымызда айтылды. Палеолит кезеңінің елімізде орын тепкен белгілі ескерткіштерін тағы бір қайталап өтейік. Олар оңтүстік Қазақстанда Арыстанды өзенінің бойы, Бөріқазған, Тәңірқазған, Шоқан Уәлиханов атындағы тұрақ, Көшқорған кешені, орталық Қазақстанда Құдайкөл, Жаманайбат, Обалысай, Өгізтау, Ақмая, Батпақ тұрақтары. Батыс Қазақстанда Өңежек, Шақпақ ата тұрақтары, Мұғалжар өңірі ескерткіштері. Шығыс Қазақстанда Қанай, Үңгір, Свинчатка, Шульбинка, Қозыбай және басқа да ескерткіштер. Бұл тұрақ орындарынан палеолиттің әр кезеңдеріне жататын тас құралдары мен жануарлар сүйектері, от орындары тағы басқа артефактілер табылған. Палеолиттен кейінгі келесі тарихи кезең мезолит дәуірі. Біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мыңжылдықтар аралығын алып жатыр. Дегенмен Қазақстан аумағында мезолит ескерткіштері аз зерттелген. Алғашқы мезолит тұрақтары Қостанай маңы мен Торғай далаларынан табылса, қазіргі күнде бұл дәуір жәдігерлері солтүстік, оңтүстік, орталық және батыс Қазақстаннан табылған. Зерттелген мезолит тұрақтары солтүстік Қазақстанда Дачная, Евгеньевка, Мичурин, Боголюбов 2, Явленка 2, Тельман 7, орталық Қазақстанда Әкімбек, Қарағанды 15, Виноградовка 2А, Торғай өңірінде Дүзбай 6 тұрақтары. Қазақстанда барлығы 20 шақты ғана мезолиттік тұрақ белгілі. Палеолиттен мезолитке көшу климаттағы өзгерістермен де байланысты болды. Бірінші кезекте бұл мұздықтардың еруімен байланысты еді. Табиғаттағы болған өзгерістер нәтижесінде флора мен фауна да өзгерді. Мамонт тәрізді жануарлар түрлері жойылып, нәтижесінде аң аулау тәсілдерін де өзгерту қажеттілігі туды. Тамақ табудың бұрынғы әдістері жарамсыз болып қалды. Тіршілік етудің жаңа әдістерін іздестіру қажеттілігі туындады. Нәтижесінде бір аймақтарда егіншілік пен мал шаруашылығы элементтері пайда болса, басқа өңірлерде балық аулау мен аңшылық кәсіптері қалыптасты. Мезолит дәуірінің ең үлкен жаңалығы осы кезеңде садақ пен жебе ойлап табылды. Бұл аң аулау кәсібін барынша дамытты. Дегенмен аңды қаумалап аулау тәсілі де кеңінен қолданылды. Мезолит дәуірінде адамдар өзендер мен көлдер жағасында орналасқан тұрақтарда мекендеген. Бірақ тұрғын үйлерінің орындары сақталмаған, өте нашар сақталған қалдықтарына қарағанда, олар бөренелерден салынған жеңіл тұрғын жайлар. Мезолитте еңбек құралдарында да өзгерістер орын алды. Тас пышақтардың, жебе мен найза ұштарының саптары сүйектен және ағаштан жасала бастады. Неолит дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 6-3 мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Бұл кезең тас құралдарының барынша көп қолданылған кезеңі болды. Олардың түрлері молайып, сапалары да жақсарды. Еңбек құралдарын өндіру жетіле түсті. Жебе мен найза ұштары, балталар, пышақтар жасау жетілді. Неолит дәуірінің ең маңызды жаңалығы мал шаруашылығы мен егіншілік пайда болды. Бұл дәуірдегі адамдар енді табиғаттың дайын өнімдерін пайдалана бермей, оларды өздері де өндіре бастады. Бұрын хайуанаттарды тек аулап келсе, енді оларды қолға үйретті. Бұл тағам қорларын жинақтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар адамдар көктемде жерге түскен дәнді дақылдан жаңа дәндер өсіп шығатынын байқады. Енді олар қажетті дақылдарды еңбек құралдарымен қопсытылған жерлерге себе бастады. Неолит дәуірінде қыш құмыра жасау, тоқымашылық өнері дамыды. Кен өндіру кәсібінің бастамалары шықты. Әлеуметтік жағынан алғанда, неолиттік дәуір рулық қауым дәуірі болып табылады.
Еңбек құралдарына ортақ меншік әлі де үстем болды. Неолит дәуірінде тайпалар мен тайпалық бірлестіктер құрылды. Тайпалар қандас туыстық және бір текті шаруашылық сипатына қарай біріккен рулық қауымдардан құрылды. Неолит дәуірінде егіншіліктің пайда болуы әйелдердің еңбегін арттыра түсті. Олар жер жыртып егін екті, өнім жинады. Жүннен, теріден киімдер, балшықтардан ыдыстар жасады. Әйелдер атқаратын жұмыстардың көбеюі олардың қоғамдағы рөлдерін де арттырды. Бұл аналық рудың пайда болуына әкелді. Қарапайым жер жырту құралдары мен жер өңдеу ісімен ересек ер адамдар да айналысты. Ер адамдар рөлінің артуы аталық рудың пайда болуына әкелді. Қазақстан аумағында неолит дәуірінің жүздеген ескерткіштер табылған. Неолиттік тұрақтар, бұлақтар, өзен-көлдер бойлары мен үңгірлерде орналасты. Еліміз аумағында бұлақ бойындағы тұрақтар кең тараған. Неолит тұрақтар әсіресе солтүстік Қазақстанда өте көп табылды.